Ұлықпан хакім қиссасы. Алла Ұлықпанға: қаласаң пайғамбарлық берейін, болмаса ғылым берейін, қайсысын таңдайсың деді. Сонда Ұлықпан: маған ғылым бер, пайғамбарлық тым ұлық іс, оны менен де ұлық адамдар көтеріп жүреді, мен ғылымды қанағат етейін, халықтың көзін ашып жақсылыққа үндейін деп ғылымды таңдапты. Ұлықпан хакім қарыз сұраған кісінің бетін қайтармайды екен. Бір кісі одан 1000 теңге қарыз алып, онсыз да бай адам ғой, қарызын бермесем де болады деп ойлады. Ол жолда бір жерге аялдады. Қарыз ақшасы салынған қалтаны бір құс тұмсығымен іліп алып ұша жөнелді. Құс Ұлықпанның үйінің үстінен ұшып бара жатқанда түйіншек жерге түсіп кетті. Ұлықпан түйіншекті таныды. Борышкер Ұлықпанға қайтып келді. Жайын айтып тағы 1000 алтын сұрады. Бұл жолы егер қарыз берсе 1000 теңгесін 2 есе етіп қайтарармын деп ниеттенді. Ұлықпан қарыз берді. Борышкер ақшаны саудаға салып 10 есе пайда көрді. Тапқан пайдасынан 2000 алтын алып Ұлықпанға келді. Ұлықпан оған: бірінші 1000 теңгені алғанда ниетің бұзық болды, сондықтан бұйырмады. Екінші ретте ниетің түзелді, Алла сәтін салды. Береке дарып байыдың. Жақсылық та, жамандық та Алладан келеді. Шын пейіл мен таза ниетті сақтау пенденің парызы. Бағым таймасын десең, ниетіңе бекем бол деді. Осыдан бастап, Құдай малымды алса да пейілімді алмасын деген ғибратты сөз қалыпты. Не ексең, соны орасың. Ұлықпан хакім жас кезінде біреуге жалданыпты. Оның қожайыны ниеті бұзық қарау адам екен. Ойындағысын жүзеге асыру үшін басқаға озбырлық істеп, зұлымдық жасаудан тайынбапты. Бірақ аузынан тобасы, қолынан тәпсі түспейді. Ол үнемі: уа Құдайым, маған мол байлық, бақ береке нәсіп ете көр деп дұға жасайды екен. Ұлықпан оның бұл әрекетін біліп көкейіне түйіп жүріпті. Бір күні қожайын Ұлықпанды бидай егуге жұмсады. Ол қапқа толтырып бидай емес арпа салып әкеледі. Егістікке барып еге бастады. Қожасы оның ісін көріп: әй ақымақ, мен саған арпа емес бидай ек деп едім ғой, қай құлағымен тыңдадың деп шүйлігеді. Арпа ексе бидай шықпай ма екен деп сұрады Ұлықпан. Шықпайды, нақұрыс деді. Қожам, ендеше сіз неге ұдай жамандық жасап жақсылықтан үміт етесіз? Арпадан бидай шықпаса, сіздің арам пиғылыңыз қалайша ізгілік болып қайтады деді Ұлықпан. Қожайын сөзден тосылды. Содан бастап ол пиғылын түзеп, ел жұртқа жәрдем беріп, жақсылық жасауды әдетке айналдырған екен. Тілдің хикметі. Қаланың әмірі Ұлықпанды сынамақ болып сарайға алдырады. Әй Ұлықпан, ел сені ғұлама дейді. Сол рас болса, маған малдың ең дәмді, ең жақсы мүшесін пісіріп әкел деп өтінді. Ұлықпан қойдың тілі мен жүрегін пісіріп әкелді. Тамақты жеп болған соң әмір: енді маған малдың ең дәмсіз, ең жаман мүшесін пісіріп әкел деді. Ұлықпан бұл жолда қойдың тілі мен жүрегін әкелді. Әмір: бір мүше қалайша жақсы да жаман да болады деп сұрады. Ұлықпан: адамның жақсы болуы тіл мен жүректен. Егер тілі мен жүрегіне ие болмаса, адамшылық жоғалады. Жүрекпен күзет кетсе, тілден тиек кетеді деген деп жауап беріпті. Ұлықпан мен Әзірейіл. Бірде Ұлықпан хакім жолда бір аттылы кісіге кез болды. Екеуі бірге әңгімелесіп, бір ауылдың шетіне елінді. Күн кешкіріп қалған кез екен. Ауыл іргесінде бір топ бала ойнап жүрді. Бір кезде олардың ішіндегі ересектеу біреуі жастауын байқамай ұрып өлтіріп қояды. Өлген баланың шешесі қарғанып: ойбай көк түйнек, жалғызымның түбіне жеттің ау деп еңіреп, әлгі баланың желкесінен келсаппен түйіп қалады. Соққы қара құсқа тиіп, бала сол мезетте жан тапсырады. Оны көріп екінші баланың әкесі жетіп келеді. Ақылын ашу ыза билеп кемпірді сойылмен соғып мерт қылды. Осылайша 5 ам уақыттың ішінде 4-5 адам қаза тапты. Мына оқиғадан Ұлықпанның жаны түршікті. Бұрылып серігіне қараса, ол селт етпестен көз алдына қарап тұр екен. Ау ағатай, жазықсыз жандар шыбындай қырылды ғой, бұл не сұмдық, барып ажыратпаймыз ба деп атын тебіне бергенде әлгі кісі қолынан ұстап: үндемей тыныш тұр, мұның бәрін жасап жатқан мен деді. Ұлықпан оның Әзірейіл періште екенін сол кезде бірақ білді. Бұлай шыға бере: уа Әзірейіл, әп-сәтте бірнеше адамды бақиғаттандырдық, менің қанша жыл ғұмырым қалды, айта аласың ба деп сұрады. Үйленіп некеңді қидырған күннің ертеңінде дәуренің бітеді. Ажалды шымылдықта күтіп алуға қамдана бер деп
атын қамшылап кетіп қалды. Ұлықпан әлі үйленбеген бозбала жігіт еді. Сол күннен бастап Ұлықпанның ішкені ірің, жегені желім болды. Уайымнан жағы суалып, жүзі қуарып, жүдеп кетті. Ауыл-ауылды аралап, үйленген күннің ертеңіне өлетін адамға кім тұрмысқа шығады деп сұрайды екен. Мұны естіген қызы бар адамдар, мына неменің есі дұрыс емес шығар, үйленбей жатып көктей солатын жігітке кім қызын береді деді. Бір күні ажалға да айла табатын ақылды бір қыз Ұлықпанға тұрмысқа шығуға келісім береді. Екеуі отау құрып, шаңырақ көтереді. Неке түні келіншегі: ертең періште жаныңды алуға келгенде сен оған: екеуміз сапарлас болып едік, жолаушының жол ақысы деген бар, сол ақымды қайтар де. Сонда ол тілегіңді айт дер. Сен Құдайдан 1000 жыл ғұмыр алып бер деп қолқа сал дейді. Таң атпай Әзірейіл де келіп жетті. Ұлықпан, дәм тұзың таусылды, кеудеңдегі жан аманатты тапсыр деді. Ұлықпан: әй Әзірейіл, екеуміз сапарлас болып едік, менің жолаушылық ақымды бер деді. Әзірейіл: уақытың тымас, тез айт деді. Маған ұлық Алладан 1000 жыл ғұмыр сұрап алып бер, әйтпесе жол ақымды ақыретте сұрап жағаңа жабысам деді. Әзірейіл мына сөзді естігенде сілейіп тұрып қалды. Сосын Алладан: я Алла, Ұлықпан менен жолаушылық ақымды бер дейді, ақысына 1000 жыл ғұмыр тілейді, не істейін деді. Пендемнің өлетін күнін айтпауым керек еді. Ол қайғырып уайымға салынды, оның жол ақысын талап етіп қолқа салу орынды. Әділдік заңы бойынша оның ақысын толтырып беруге міндеттіміз. Мен жомарт Құдаймын, сұраған 1000 жыл ғұмырын бердім деді Алла. Ақылды әйелінің арқасында Ұлықпан 1000 жасаған екен. Қапияда қатын ақыл табады деген сөз осыдан қалған екен. Ұлықпан мен қария. Ұлықпан хакім жас кезінде бір шаһарға жолаушылап бара жатады. Жолда бір шалды көреді. Жөн сұраса келе екеуінің бара жері бір екен. Ұлықпан шалға: ата, жолды қысқартайық деді. Шал: жол қалай қысқарады деп сұрады. Ұлықпан: жолдың қысқаруы оңай, екеуміз бірімізді біріміз кезек-кезек арқаласақ болғаны деді. Шал түсінбей бетіне ажырайып қарады да қояды. Ішінен: япырмай, мынау бір кесапатты бала болмаса екен, сөзінің түрі жаман екен, зіңгіттей жігіт мені арқалауын арқалар, ал қаусаған кәрімен оны қалай арқаламақпын деп ойлады. Ұлықпан да үндемей жүре берді. Бір кезде межелі жерге де жақындайды. Қаланың кіреберісінде пісіп, жайқалып тұрған бидайды көреді. Ұлықпан шалға: ата, мына егін сіздің елдікі ме деді. Шал: я, біздің елдікі деді. Иесін білесіз бе? Білемін. Ендеше бұл желініп қойған егін бе, әлде желінбеген егін бе деді. Шал тағы да бетіне ажырайып қарайды. Ішінен: япырмай-ай, мынаның бір сөзінен бірі сорақы болды-ау. Орылмай тұрған егінді көре тұра бұл не айтқан деп ойлады. Одан өтіп шаһарға таяу қорымға жақындайды. Қорымда қабірге қойғалы жатқан өлікті көреді. Ұлықпан: ата, мына кісіні білесіз бе деп сұрады. Шал: білем деді. Бұл кісі өлген адам ба, өлмеген адам ба деп сұрады. Сол кезде шал шыдай алмай: өлмесе жерлеуге апармайды ғой деп жігітке ұрсып тастады. Ұлықпан үндемеді. Шал марқұмның туыстарымен бірге мәйітті көруге қойысып Құран бағыштайды. Былай шыққаннан кейін Ұлықпан: ата, әлгі кісі өлмеген екен деді. Қарт ажырайып қарап ішінен: уа Құдайым-ай, мына бір ақымақ бал екен, кесапатынан құтқара көр, көмілген адам тірі бола ма, бұл не сөзі деді. Күн кеш болады. Екеуі қарттың үйіне келеді. Қарт оны ұнатпаса да күні бойы серік болғасын амалсыз үйіне қондырмақ болады. Шалдың бойжеткен жалғыз қызы бар екен. Қонағын үйіне кіргізіп қызына: шырағым, менімен бірге үйге бір жігіт келіп, мейман ет, бірақ сүйкімсіз мінезі бар, сөзінде кесапаты зор адам деді. Қыз қонаққа ас беріп дастархан басына онымен сөйлесіп көрді. Сөзі мағыналы, кескінінде ажарлы екен. Қыз ішінен: япыр-ау, әкемнің айтқаны осы кісі ме, басқа жігіт пе? Сөзі түзу адам ғой деп ойлады. Оңашада әкесіне: әке, сізбен еріп келген серігіңіз екі кісі ме, әлде бір кісі ме деді. Әкесі: жалғыз кісі деді. Үйде отырған қонақ сол ма? Иә, өзі. Сөзінде кесапаты зор деген серігіңіз осы болса, мұнан қандай кесапат көрдіңіз? Әкесі қызына жолда болған оқиғаны түгел баяндады. Қызы баланың айтқан сөздерін естіп: әке, бұл сөздер кесапатты сөздер емес, мағынасы зор сөздер. Сіз оның айтқан сөзін түсінбеген екенсіз.
Оның бірінші кезек арқаласып отыралық дегені кезекпен кезек әңгіме айтып отырайық, жол қысқарсын дегені. Екінші, мына егін желінген бе, желінбеген бе дегені байдікі ме, кедейдікі ме дегені. Байдікі болса өз көлігімен кісі жалдап жыртып тұқымын өзі себет, өнімін де өзі алады. Ал бұл желінбеген болып саналады. Кедейдікі болса ол сорлы тұқымды несиеге сатып алады. Жерді көлік жалдап жыртады да түскен өніммен қарызын қайта жабады. Сондықтан ол шекедей жеп қойғанға есеп болады. Үшінші, өлген адам ба, өлмеген адам ба деп сұрағаны баласы бар ма дегені. Өлген адамды қабірге салғанда балалары қабірдің басында Құран оқыған шығар. Соны көріп өлмеген адам екен дегені сол болу керек. Артында қалған баласы бар адамның аты жойылмайды. Сондықтан ол өлмейді. Сіз ол жұмбағын шеше алмаған екенсіз, деді қызы. Шал өзінің сөз төркінін түсіне алмағанын мойындап, Ұлықпанның жанына келеді де қолын алып: мен сенің айтқан сөздеріңе түсіне алмай, ішімнен соған қатты ренжіп едім. Олай емес, сен ақылды жігіт екенсің. Мына менің қызыммен екеуінің ақылың тең, бірге өмір сүріңдер, деп қызын Ұлықпанға қосыпты. Ұлықпанның ұлына өсиеті. Ұлықпан ұзақ уақыт сапар шегерінде ұлына 3 түрлі өсиет қалдырып: әйеліңе сырыңды айтпа, жаңа байығаннан қарыз алма, әкімнің нөкерімен дос болма дейді. Баласы әкесінің айтқандарын тексеріп көргісі келді. Сосын бір қойды сойып, етін қапқа салып, қанын сорғылатып үйіне әкелді. Әйелі: бұл не деп сұрады. Ері: түзде бір кісімен ерегесіп, байқамай өлтіріп алдым. Қаптағы соның денесі, қораға көмейік, сен ешкімге айтпа, деді. Ертесіне жаңа байған таныстан әдейі қарыз алды. Арғы күні әкімнің Даруха нөкерін қонаққа шақырып, онымен дос болды. Бір күні отбасында ойламаған жерден жанжал туады. Әйел екеуі біраз жерге барысады. Әйелі шыдамай кетіп: құдайыңды ұмытайын деген екенсің, қылмысыңды әшкерелеп дарға тартқызам, деді. Әйелі сол заматта ханға барып: менің байым адам өлтірді, денесі қорада көмулі жатыр, айтсаң өлтірем, деді, мені қорқытты, деп байын ұстап берді. Хан нөкерлеріне: қылмыскерді кім әкеледі, деді. Сол кезде патшаға жағымпазданған Даруха: тақсыр, рұқсат болса мен жеткізейін. Өткенде оның үйінде қонақта болғам. Түрі сол кезде маған ұнамаған. Бұйырсаңыз алдыңызға сүйреп әкелем, деді. Жеткіз, деп бұйырды патша. Жандай шап нөкері тілге келместен досын жығып салып, қол аяғын байлап, ат артына өңгіріп сүйрей жөнелді. Досы: Даруха досым, бір күн ас бергенге 40 күн сәлем деген. Үйімде талай отырып ас жеп едің, қолыма арқан батты, босат, өз аяғыммен барайын, деді. Даруха көнбеді. Жолда жаңа байған танысы кездесті. Досының істі болғанын көріп, қап, қарызым қайтпайтын болды ау, деп жаны қалмады. Хал сұрамастан: досым, қарызымды қайтар, деп жабыса кетті. Досы: бауырым, тұра тұрсаңшы, басыма іс түсті, құтылсам қарызын қайтарам, десе де ол ізінен қалмай сарайға еріп келді. Хан: қарағым, бұл не масқара? Сені ел Ұлықпанның ұлы деп айтады, ата даңқыңа дақ түсірдің, деді. Бала: әкем 3 түрлі өсиет айтты, соның растығын тексермек болдым. Әйелімді алдап қораға қой көмдім, мұқтаждығым болмаса да жаңа байғаннан қарыз алдым, достарым көп болса да сіздің нөкеріңізбен жолдас болдым, арты осыған әкеп соқты, деді. Хан қораны көрсетті. Расында да қораға қой көміліпті. Хан оған риза болып, баланы босатады. Жолаушының жол ақысы. Ұлықпан хакім бір жас баламен сапарлас болады. Жас жігіт салған жерден: ақсақал, жолымыз бір сияқты, әңгіме айтыңыз, жол қысқарсын, деді. Ұлықпан: мыңның бірін білгенше бірдің атын біл, деді де үнсіз жүре берді. Сөз астарын ұқпаған бала қайтадан қолқалап: ақсақал, көпті көргенсіз, ақыл айтыңыз, деді. Ұлықпан хакім бұрылмастан: балам, отырған орныңды сақта, деді. Бала бұл сөздің де мәнісін аңғармады. Ата, болмаса білгеніңізді айтыңыз, біз де біле жүрек, деді. Ұлықпан: балам, асылыңды сақта, деді. Бала ішінен: мына бір қырсық шал екен, деп ойлады. Осылайша екеуі бір ауылдың шетіне ілікті. Ұлықпан: балам, мына ауылдан құман сұрап әкелші, дәрет алайын, деп баланы жұмсады. Бала ауылдан құман сұрап барса, олар: құман сұратқан кісінің есімі кім, деді. Бала: атын білмеймін, деді. Ауыл жұрты: құман сұратқан молданың атын білмейтінін қандай кешесің? Сапарда қарияның атын сұрамай насыбай сұрадың ба, деп ұрысып жіберді. Бала қайтып келіп ақсақалдың атын сұрап: қария,
Ұлықпан хәкім деген кісі сұратып жатыр деп айтты деді. Ұлықпанның атын естігенде ауыл ақсақалдары оның алдынан шығып қарсы алды. Қой сойып қонақ қылды. Ұлықпанға сәлем беретін кісілер көбейген сайын қасындағы серігі үлкендерге орын беріп есікке ығыса берді. Ұлықпан мұны әдейі байқамаған болып отыра берді. Серігі босағада отырған сол ауылдың балаларымен табақтас болды. Ет турап отырғанда бір бала оның кездігін сұрап алып қайтармады. Ұлықпан хәкім бұны да байқамаған сыңай танытты. Қонақтар тарқаған соң серігі Ұлықпанға: «Ата, кездігімді бір бала алып бермей кетті, алып бересі бе?» деді. Ертесіне аттанарда Ұлықпан қасындағы жас баланы көрсетіп: «Мына бала немеренімнен қалған жалғыз тұяқ. Осыдан бір жыл бұрын інім сапарға кеткеннен оралмады. Іздеп мәйітін таптық. Жон арқасында бір кездік қадалып тұрды. Содан бері бұл кезіктің иесі табылар ма деп ел аралап жүрген жайымыз бар. Кеше кезіктің иесі осы ауылдан табылды» деді. Ауыл ақсақалдары кезікті алған баланы шақыртып: «Кезікті не үшін алдың?» деп сұрағанда, еш нәрседен хабары жоқ қане-қаперсіз тұрған бала: «Бұл кезік менікі» деп жауап береді. Бұл уәжді пайдаланған Ұлықпан: «Өз сөзі өзіне куә. Інімді бұл баланың әкесі немесе ағасы өлтірген» деп құн сұрады. Алған бала: «Кезікті ойнап алып едім» деп азарда безер болды. Ұлықпан құн даулап отырып алды. Ақсақалдар шарасы құрып: «Айып бізден, төрелігін өзің айт» деді. «Ердің құны 100 жылқы, ары 1000 жылқы деген. 100 жылқы алғанмен інім тірілмес. Баласына ет тұрманымен ат мінгізіп шапан жабыңдар. Осымен бітсейік» деп төрелік айтты. Ел жұрт бітімге риза болып сұрағанын берді. Хәкім ауылдан ұзағасын жас жігітке: «Кездескен күні жөн сұраспадың. Бір көрген білес, екі көргенің таныс, үш көргенің туыс» деген. Таныспай жатып әңгіме сұрады. «Мен саған мыңның түсін білгенше бірдің атын біл» дедім астарлап. Оны ұқпадың. Соның кесірінен бір құманға екі бардың. Екінші мәрте әңгіме сұрағанда орныңды біл дедім. Сөз мәнісін білмей босағанан бірақ шықтың. Үшінші ретте асылыңды сақта дедім. Бозбалалар басынып кезігінен айырды. Соның кесірінен жалған дау шығарып өтірік құн сұрадым. Жолаушылық ақың үшін кездігіңді әперем деп келеңсіз дауға келіктім. Бұдан былай сөзді ишарадан ұқ. Жақсыға ишара, жаманға не шара» депті. Ұлықпан мен зұлым патша. Зұлым патша Ұлықпанның даңқын көре алмайды. Штарлығы шыдатпай сынықлы сылтау қылып оны зынданға тастады. Ақылды болса осы зынданнан аман шықсын дейді. Зынданның аузын көміп үстіне егін ектіреді. Зынданға қамарда Ұлықпанды сыйлайтын бір нөкер оның қойнына бір дорба құрманы салып жібереді. Зынданда жарты жыл соны азық қылады. Бірде патша ас жеп отырғанда тамағына құрманың дәні тұрып қалады. Көлденің кептелген дәнді ешбір дәрігер ала алмайды. Барлық емші тәуіпті жинап: «Егер ем таппайтын болсаңдар бәріңді дарғасам» дейді қаһарланып. Сонда бір қария тұрып: «Ұлықпан деген данышпан бар. Әміріңізбен зынданға қамалғалы жарты жыл болды. Өліп қалмаса, мұның емін сол білер» деді. Патша дереу зынданда аштырып әлсіреп жатқан Ұлықпанды шығарды. Ол әлденген соң кіріптар патша ауруына ем сұрады. «Бел балаңызды бауыздап, жүрегін пісіріп жеңіз. Сонда жазыласыз. Болмаса ажалыңыз осы дәнектен» деді. Патша шошып кетті. Ақыры уәзірлері үгіттеп көндірді. Ұлықпан оның баласын байлап сарай қалдырды. Патша баласын өлімге қимай жылай берді. Хәкім оған: «Жүрегіңіз шыдамас, баланы тасалап перденің арғы жағында бауыздаймын» деді. Ұлықпан перденің артына білдірмей бір қой әкеп жасырды. Сосын: «Әй жігіт, саған ажал, маған бұйрық келді. Әкең үшін құрбансың» деп баланы емес, жанындағы қойдың өңешін пышақпен орып жіберді. Қой қор ете қалғанда патша жан жүрегі бұлқанып, тұла бойы сілкініп, бар дауыспен шыңғырып жіберді. Сол кезде іріңдеп тұрған тамағы пырш етіп жарылып, құрма сүйегін аузынан атып жіберді. Өзі де есіне танды. Сәлден соң есін жинап қараса, баласы алдында отыр. Ұлықпан: «Балаң аман» деді. Патша оған риза болып сый құрмет көрсетті. Қоштасарда: «Мен саған дұшпандық қылдым. Сен болсаң мені ажалдан алып қалдың. Қалайша кек алмадың» деді патша. Сонда Ұлықпан хәкім: «Жақсыда кек болмайды, кек болса тек болмайды. Кімнің кеудесінде кек болса, соның жүрегінде хақтың нұры дарымайды» деген. Ақылды адам дұшпаннан дос жасайды, достан бауыр жасайды, бауырдан тәуір жасайды. Зынданға салдың деп кектеспейм, құдайсыз қурай сынбайды.
Бірде сапарлас сергіме бөтен ауылдың балалары қиянат қылды. Соның ақысын әперем деп жалғандау көтеріп құн төлеттім. Бұл азабым сол өтіріктің жазасы. Әділ Құдай себепсіз басқа іс салмайды, депті. Ұлықпанның қалыңдық айттыруы. Ұлықпан хакімнің ұлы, аузынан сөзі, қойыннан бөзі түскен момын, қызға қырсыз, жұмсағанға мінсіз екен. Ер жеткен соң лайықты жар таппай жүріп қалады. Бойдақ баласының жүрісі көбейген сайын ел арасында сөз де көбейеді. Болмағасын хакім ұлын ертіп келінді өзі іздейді. Қалыңдық іздеп ел аралағанда ұлын аттың бауырына алып қамшымен сабайды екен. Ақсақал, ұлыңыз не жас деп сұрағанда, айтқанды екі етпейді деп жауап береді екен. Жұрт, балаң айтқан тілді екі етпесе, одан артық не керек деп түсінбепті. Күндер өте береді. Бір күні бір ауылға келіп, ұлын тағы сабапты. Жұрт Ұлықпанның мына әрекетін түсінбей, тағы да аң-таң болады. Сол кезде бір қыз, сауап, өзіне де сол керек. Өзі біліп іс қылмайтын ынжықтан айтқызбай-ақ үй күзететін ит артық. Мұнда еркекке осы жаза лайық депті. Ұлықпан мына сөзді естігенде елең ете қалады. Ұлыма жар болатын ақылды әйел таптым деп түйеді. Сол қызды айттырып, ұлының бағын ашыпты. Патшаның екі қызы. Ертеде патшаның екі қызы болыпты. Патша екі қызын да жақсы көріпті. Қыздары не қаласа соны беріп бетінен қақпай өсіреді. Бірақ өсе келе қыздарының мінезі өзгере бастапты. Үлкен қызы үнемі мұңаюмен, ал кіші қызы жадырап жүреді екен. Патша бірде Ұлықпан хакімді шақырып: «Хакім, менің екі қызым бар. Кіші қызым үнемі жадырап жүреді, ал үлкен қызым күлмейді, дертін ешкім білмейді» деді. «Патшам, рұқсат етсеңіз, сарайыңызда бірнеше күн қонақ болайын. Қыздарыңыздың мінезін көрейін, жауабын содан берейін» деді Ұлықпан. Патша рұқсат етеді. Ұлықпан екі қызбен күнде сұхбаттасып, сыр бөліседі. Байқаса, жайдары жүретін кіші қызы ұйықтар алдында үнемі тек жақсылық ойлайды екен. Таңертең ұйқыдан тұрғанда да тек жақсы адамдарды, жақсы істерді ойлап оянатын болыпты. Ал үлкен қызы күні бойы көрген қиыншылық пен жамандықтарды еске түсіріп ұйықтайды екен. Таңертеңде төсектен тұрғанда кешегі көрген жағымсыз оқиғаларды есіне түсіретін болыпты. Ұлықпан патшаға келіп: «Патшам, өмір айна сияқты. Айнадан адам өзін қалай көргісі келсе, айна оны солай көрсетеді. Өмірдің жақсы жақтарын ойласақ, өмір бізге әдемі көрінеді. Сіздің үлкен қызыңыз өмірінің тек жаман жақтарын ойлап жүреді. Сондықтан оның ойында да жамандық белеп ашу-ызаға тез бой алдырады. Қабағы ашылмайды. Бұдан былай ол жатар кезіне тек жақсы ой ойласын. Таңертең тұрғанда да жақсы тілекпен, жақсы ниетпен оянсын. Сонда көңілдің кірі тез кетеді» депті. Содан бастап үлкен қызы тек жақсылық ойлап жүретін болыпты. Ұлықпан мен шәкіртінің әңгімелері. Ұлықпан хакімнің сұхбатына қатысып отырған бір шәкірті: «Хакім, білгірлікті кімнен үйрендіңіз?» деп сұрайды. «Хакім, табан жолын көрмейтін соқырлардан үйрендім. Олар алдын таяғынмен түртіп, жолын тексермей бір адымға алға баспайды. Жолы қауіпсіз болса ғана жылжиды. Мен де сол сияқты бастар ісімді, айтар сөзімді әбден пысықтап алам. Игі іс болса қолға алам, пайдасыз болса доғарам» деді. Ұлықпан хакім өте әдепті болыпты. Одан бір шәкірті: «Хакім, әдепті кімнен үйрендіңіз?» деп сұрайды. «Әдеп сізден» деп жауап береді. «Әдеп сізден не үйренуге болады?» «Өтірікшіден өзім бездім, себебі өтірік айтып басы дауға шатылды. Мылжыңнан да қаштым. Бос сөзден оның жүрегі қатайып, жаман мен жақсыны айырудан мақрұм қалды. Өсекшіден аулақ кеттім. Қарасы жұқты, мақтаншақ өз дамбалын өзі былғады. Одан да жеркендім. Күншіл көршім менімен бақталасып, өз бағын өзі тепті. Дөрекімен тұрпайдан шошындым. Қасында жанашыр туысы қалмады. Қылжақпас қырсықтан жырақ жүрдім, досынан айырылды. Өзімшіл тәкаппардан сақтандым. Оларды Құдай ұрды. Осы бақытсыз пенделердің өмірін зерделеп, олардан үлгі алдым. Ғибрат алатын адамға оларда да ғылым бар екен» депті. Бірде шәкірті Ұлықпан хакімнен: «Я хакім, дүниеде бақытты күндер, бақ дәулет, қуанышты сәттер неге тұрақсыз?» деп сұрайды. «Хакім, Аллах тағала адамды жаратқанда денесіне бір күні қуаныш, 40 күн қайғын өсерін жаудырған. Тәубадан жаңылмасын деп шаттығын берсе, шер мұңында қоса берген. Әлемде жұпсыз зат жоқ,
ақ пен қара, күн мен түн, өмір мен өлім, бақыт пен қайғы, жақсылық пен жамандық, ізгілік пен зұлымдық, сараңдық пен жомарттық, мейірім мен қатыгездік, сынықтық пен тәкаппарлық, күндестік пен ақжүректік әлем жаралғалы тайталасып келеді. Баянды бақыт пен шексіз шаттыққа жетудің жалғыз жолы адам баласына риясыз қызмет ету депті. Ақ кебінге оранып, ақтық сапарға кетіп бара жатқан бір байды көріп, Ұлықпан шәкірттеріне: «Жер хабар айтып бармасын, мына адам өтірікші екен» депті. Шәкірттері түсінбей: «Өлген адам туралы неге олай айтасыз?» деп сұрады. Хакім: «Осының алдында ғана маған менде зәулім сарай, қора-қора малым, сандық толы алтыным бар деп мақтанып еді. Енді қарасам түгі жоқ. Он кез боз матаға оранып, бақиға кетіп барады» депті. Ұлықпанның өсиеті. Ұлықпан хакім дәм тұзы таусылып, дүниеден өтер шағында ұлын шақырып өсиет айтады. «Ұлым, мен өлген соң жұма сайын қыз алып, қала сайын үй сол, ас жесең бал же» дейді. Әкесі дүниеден өткесін ұлы өсиетін орындай бастайды. Жұма сайын үйленіп, қала сайын үй салады. Ас ішсе, бал ішіп, әбден бар байлығын таусады. Сөйтіп тақыр кедейге айналады. Бір күні ішерге ас, киерге киім таппай тозып, қайыр сұрап кетеді. Ұлықпанның баласының қайыр сұрап жүргенін естіген патша оны шақырып алып: «Әу қарағым, жақсының көзі едің, тектінің өзі едің, мына жүрісің не? Жұрт сен Ұлықпанның ұлы деп айтады. Әкең өліп еді, күн көре алмай қайыр сұрап кеттің ғой» деді. Жігіт: «Әкем өлер шағында өсиет айтып еді, соны орындаймын деп осындай күйге түстім. Маған жақсы өсиет қалдырыпты» дейді. «Қандай өсиет айтып еді?» «Әуелгі өсиеті: мен өлген соң жұма сайын қыз ал деп еді. Мен әкемнің сол өсиетін тұтып, жұма сайын қыз алдым. Қалың малына әкеден қалған байлықтың 1/3 шаштым. Бірақ алған әйелдерімнен еш жақсылық көрмедім. Өсиетінің пайдасын көрмедім. Екінші өсиеті: қала сайын үй сал деген. Мен қала сайын үй салдым. Байлығымның тағы да 1/3 құрттым. Бірақ қанша үй салсам да соның бірінде рахаттанып жата алмадым. Үшінші өсиеті: аш сең бал же деп еді. Мен бұл өсиетінде орындап күн сайын бал жедім. Байлығымның соңғысы балға кетті. Соқыр тиыным да қалмады. Әйелде тұрақтамады. Баспанамның бәрінен айырылдым. Бал жемек түгіл, бір өзім қатқан нанға зәрумін» деді мұңын шағып. Сонда патша: «Әй балам-ай, әкеңнің өсиетін ұқпаған екенсің. Әкең дана еді. Әр сөзін астарымен, мол ғибратпен жеткізетін. Әкеңнің жұма сайын қыз ал дегені әйеліңе әр жұмада көңіл бөл. Сонда қадірің болады, әйелің қыздай көрінер дегені. Қала сайын үй сал дегені әр қалада достарың болсын, түсетін үйің болсын дегені. Ас ішсең бал же дегені еңбек етіп ас ішсең балдан тәтті болады дегені» депті. Жігіт әкесінің терең мағыналы өсиетін сонда ғана түсінеді. Патша: «Әкең өлсе де көзің көрген өлмесін» деген. Ұлықпан хакіммен талай дәмдес, табақтас болып едім. Сенің бұлай жүргенің жарамас деп баланы қайтадан ел қатарына қосыпты.